Кеш жарық, ардақты ағайындар, құрметті оқырмандарым, қалайсыздар, амансыздар ма? Мана Ақтау қаласы полиция басқармасына бара тұрғаным жөнінде айтқан едім бұл, адам әлі ұсталған жоқ деп. Сол бойынша Ақтау қаласы полиция басқармасының жедел іздестіру жөніндегі орынбасарына кірдім. Кіріп, болған жағдайды түгел айттым. Неге ұсталмай жатқанын сұрадым. Енді алдағы уақытта ұстаймыз, жұмыстанамыз деп уәдесін берді. Енді бәрінің бір-бір алдынан өттім деп ойлаймын. Алдағы уақытта маған ешкімнің өкпесі болмау керек. Егер енді нәтиже шықпаса, мен енді полиция департамент бастығына қабылдауына жазылып, департамент бастығына айту керек болатын болады. Мен енді бұндай әділетсіздік жасап жүрген алаяқтың іс-әрекетіне тоқтам салмай, оны ұсталмаса мен байып тауып арқайын жүре алмаймын. Себебі жұрттың бәрінің маңдай тері. Біреуін 25 миллионға, біреуін тағы бір демеге алдағанда адам. Қалай ол адам аяқ үстінде талтаңдап жүру керек? Неге ол ұсталмау керек? Ертең шетелге шығып қашып кетеді, мысалға, шетелге шығып. Кетті, болды. Жоқ, сосын оны ұсталып, ол тағы мемлекетті қырғын шығынға батырады. Оның мемлекет ертең жаңағыдай экстрадициясы жоқ, келісімшартқа экстрадиция жасау жөніндегі келісімшарт жасалмаған мемлекетке қашып кетсе, онда вообще әкеле алмайды. Білмеймін енді мен басқа. Мен осы адамды ұстатпай, полиция басқармасына жеткіздіртпей мен қоймаймын. Жеткіздіру керек, ол бір. Сосын менің адамдарыммен, мен қорғап атқан адамдармен беттестіру жүргізу керек. Қажетті тергеу амалдары. Одан да бөлек тергеу амалдары бар, солар жүргізу керек. Мен енді полиция сол жаңа барып, оқиға бәрін айтып түсіндіріп, айтқаннан кейін өзімнің кеңсеме келдім. Міне осы кеңседе отырып, қазірде кеңседе отырып, өзімнің ноутбугыммен отырып, өтінішпен қандай жұмыстар жасалу керек екенін, қандай тергеу амалдары жасалу керек екенін, ұстау үшін қандай тергеу амалдар жасалу керек екенін барлығын өтінішпен жазып жібердім. Ол өтінішім Ақтау қаласы полиция басқармасына, кеңсе бөліміне тіркелді. Менің 14-14-тен маған SMS хатта хабарлама келді. Алдағы уақытта көреміз. Алдағы уақытта сізге тоже барлығын не болғанын, қандай жағдай болғанын жариялайтын боламын. Енді ол дейтін аз ақша емес қой, өте қиын. Осындай алаяқтардың кетерінен қаншама адам зар жылап жүр. Қайтарып берсін ақшаны, болды. Ешкім басқа оларға. Главное, ақшаны қайтарып беру керек. Ең бастысы сол. Менің бейне жазбама лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта осы менің парақшамда YouTube каналым бар. YouTube каналыма қызықты немесе жантүршігерлік өткен болып атқан қылмыстар туралы салып отырамын. Тыңдап отырыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бәріңізге рахмет.